Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Ернұр, информатика пәні мұғалімі. Бүгін біз жалпы информатика пәнінде тестте көп келіп жүрген тақырыптардың біріне машиналық оқыту тақырыбына тоқталатын боламыз. Сондықтан да арнаға тіркеліп алыңыздар. Сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Біз бастаймыз. Машиналық оқыту. Жалпы машиналық оқыту енді ұбт-да бізде көптеген келіп жүрген тақырыптардың бірі, және де 11 сыныптың бағдарламасына сәйкес келеді. Яғни тестте бұл тақырып бойынша жасанды интеллекттің жұмыс істеу принциптері, нейрондық желілер және оқыту түрлері туралы сұрақтар кездеседі. Енді машиналық оқыту деген кезде бізде көптеген анықтамалар бар. Және де бұл жердегі негізгі анықтамаларға тоқталатын болсам, бірінші кезекте жасанды интеллект, AI, яғни адамның интеллектуалдық функцияларын орындай алатын техникалық жүйе. Ал екінші, машиналық оқыту. Машиналық оқытудың өзі бізде қандай нәрсені білдіреді? Яғни бұл жасанды интеллекттің бір саласы, яғни компьютерді арнайы бағдарламасыз деректер арқылы үйретуге мүмкіндік береді. Осы нәрсені есте сақтап алайық. Келесі, негізгі анықтамалардың үшіншісі, нейрондық желілер адам миының жұмыс істеу принциптеріне негізделген математикалық модель болып саналады. Алдағы уақытта оған толығырақ тоқталатын боламыз. Енді машиналық оқыту деген кезде бізде машиналық оқытудың өзі түрлерге бөлінеді екен. Қандай түрлерге бөлінеді десеңіздер, бірінші кезекте мұғаліммен оқыту түрі. Яғни мұғаліммен оқыту supervised learning. Екіншісі мұғалімсіз оқыту. Мұғалімсіз оқыту бізде екінші түріне. Және де үшінші түрі нығайту арқылы оқыту. Яғни reinforcement learning. Келесі, мұғаліммен оқыту дегеніміз не жалпы? Supervised learning дегеніміз не? Қандай нәрсе? Бұл машиналық оқытудың басты әдісі, яғни мұнда алгоритм алдын ала белгіленген деректер жиынтығы арқылы стимул реакция принципімен үйренеді. Модель кіріс мәліметтерге сәйкес дұрыс жауапты болжауды үйреніп, нәтижені мұғалім тексеріп отырады. Яғни нақты деректермен жұмыс жасағандықтан бұл жерде мұғаліммен деп тұрғандықтан мұғалім бұны тексеріп отырады. Келесі, мұғаліммен оқытудың негізгі аспектілері қандай? Бірінші кезекте таңбаланған деректер, яғни оқыту үшін әрбір кіріс мәліметке input сәйкес келетін дұрыс нәтиже шығыс болуы керек. Яғни бұның мақсаты қандай? Мақсаты жаңа белгісіз деректер келгенде алгоритм дұрыс болжай алатын, жасай алатындай етіп модельді үйрету, яғни болжам жасай алатындай. Қолданылуы қандай? Қолданылу бұл әдіс болжамды модельдер жасауда, мәліметтерді жіктеуде, классификация немесе регрессия есептерінде қолданылады. Жаңағыдай айтып өткеніміздей болжам жасау кезінде қолданылады екен. Келесі, түрлері қандай бізде мұғаліммен оқытудың? Яғни классификациясын тоқталатын болсақ, деректерді топтарға бөлу, яғни мысалға спам немесе спам емес. Ал регрессия түрінде сандық мәндерді болжау, мысалға үй бағасы, температура, басқа да ауа райы деген сияқты осындай болжамдар жасай аламыз. Енді мұғаліммен оқыту алгоритмдері мысалға нейрондық желілер жасанды интеллектті жобалауда, деректерді талдауда және болжау процестерін автоматтандыруда өте тиімді құрал болып табылады. Енді нейрондық желілер. Нейрондық желілер жалпы ұбт-да көптеген келіп жүрген және де көп таралған сұрақтардың бірі, себебі басқа да ұбт тапсырған студенттер, оқушылар және байқап жүргендей осы тақырып көптеген өзгешеліктер алып келіп жатыр екен. Сондықтан да бұл нәрсеге бір таңғалыспен қарамаңыздар, себебі бұл нейрондық желілерде информатиканың бір саласы және бір бөлім болғандықтан, жасанды интеллектті қарастыратын болғандықтан, бұл тақырыпта қазіргі кезде негізгі тақырыптардың ішінде бар екен. Енді нейрондық желілердің құрылымына тоқталайық. Нейрондық желілер деген кезде, мысалға сіздер тестте мынандай сұрақты көрген шығарсыздар. Тестте егерде мынандай сұрақты көрсеңіздер, бұған бірден қорқып, бір таңданыспен қарамаңыздар, себебі бұл жай ғана схема және де бұл жерде дұрыс құрылымын біліп алсаңыздар болды. Яғни бірінші кезекте нейрон. Нейрон бізде ақпаратты қабылдап өңдейтін негізгі бірлік болып саналады. Ақпаратты қабылдап өңдейтін негізгі бірлік. Осы жерде шығады теория. Келесі синапс деген нәрсе бар. Синапс деген келіп жүрген шығар сіздерге. Бұл енді нейрондар бізде көбінесе биологиялық сұрақтармен де байланысты. Сондықтан да егер биологияны жақсы білетін болсаңыз, соған ұқсас терминдер және ұқсас негіздер бар. Яғни нейрондар арасындағы байланыс бізде синапс болып саналады. Көріп тұрсыздар ғана жерде байланыстар бар. Осы нәрсе бізде синапс болып саналады. Яғни сигнал күшін анықтайтын салмақ коэффициенті болып саналады. Енді ары қарай қабаттар бар бізде. Қабаттар жаңа көргендеріңіздей, бірінші кезекте кіріс қабаты input арқылы анықталады. Одан кейін жасырын қабаттар hidden, яғни екі жасырын қабат тұр. Және де осыдан сәйкесінше ары қарай шығыс қабаты пайда болады. Бұл бізде output болып саналады. Яғни осы схеманы жаттап алыңыздар, түртіп алыңыздар, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Себебі бұл теориялық сұрақтарда немесе практикалық сұрақтарда, сәйкестендіру сұрақтарында келуі мүмкін. Келесі нейрондық желілер. Мына жерге кішкене анығырақ болсын деп сіздерге қарапайым схемасын көрсеттім. Мына жерге кіріс қабаты және де жасырын қабат. Жасырын қабаттан шыққан төрт бағыт сәйкесінше шығыс қабатына бірігеді. Шығыс қабатынан ары қарай бізде
желі аяқталады немесе ары қарай жалғасады. Ақпаратты қабылдап өңдейтін негізгі бірлік, яғни ақпарат қабылданды және өңделді, одан кейін тұтынушы тарапқа, керек тарапқа берілді. Енді жалпы ұғымдар, мына жерге тоқталайық. Жалпы ұғымдар бізде көбінесе информатикада теориялық сұрақтар қамтитын болғандықтан мен сіздерге осындай теориялық сұрақтарды алдын ала жіктеп дайындап қойдым. Яғни жасанды интеллект бізде компьютерлік жүйелерді, адамға тән интеллектті функцияларды ойлау, үйрену, шешім қабылдау, орындау қабілетін орындай алатын өте жоғары интеллект екен. Ары қарай машиналық оқыту, machine learning, яғни алгоритмдердің нақты бағдарламаусыз деректер негізінде өздігінен үйрену процесі. Терең оқыту бар бізде deep learning, көп қабатты нейрондық желілерді қолдануға негізделген машиналық оқытудың күрделі түрі болып саналады. Енді деректер жиынтығы қандай бізде? Деректер жиынтығы датасет. Модельді оқыту және тексеру үшін қолданылатын ақпараттар базасы болып саналады. Яғни дата деген жерде бізде, яғни база, ақпараттар, деректер қоры жүреді. Келесі оқыту түрлері. Жаңа айтып өткеніміздей, оқыту түрлерін бізге толығырақ айтам деп айттым сіздерге. Сондықтан да мұғаліммен оқыту бізде модельдің таңбаланған деректер арқылы үйренуі, дайын жауабы бар. Ал мұғалімсіз оқыту бізде модельдің жауабы жоқ деректердің ішінен жасырын заңдылықтар мен құрылымдарды өзі іздеу. Яғни аты айтып тұрғандай, мұғалімсіз оқыту қандай да бір бақылаушының, қандай да бір тексерушінің тарапынсыз жасалатын әрекеттер. Ары қарай нығайту арқылы оқыту бізде reinforcement learning, агенттің қоршаған ортамен әрекеттесіп, дұрыс әрекеттеу сыйақы алу арқылы үйрену деген сияқты. Енді бұл жерде сіздерге түсініксіз болуы мүмкін, бірақ та нығайту арқылы оқыту, яғни қандай да бір қателіктерін түзету және қандай да бір функциялар қосу, осындай нәрселерді тараптандыру және оны ары қарай дамыту барысында жасалатын оқыту түрі. Енді нейрондық желі терминдері жасанды нейрон бар бізде, яғни кіріс қабаты бар, жасырын қабат бар, шығыс қабаты бар. Яғни кіріс қабаты бізде сыртқы деректерді қабылдайтын алғашқы нейрондар қабаты, жасырын қабат кіріс пен шығыс арасында есептелу жүретін аралық қабаттар, шығыс қабаты өңделген ақпараттың соңғы нәтижесін беретін қабат болып саналады. Және салмақ деген сіздерге теориялық сұрақ келуі мүмкін, яғни бір нейроннан екіншісіне өтетін сигналдың маңыздылығын көрсететін коэффициент болып саналады. Ары қарай синапс бар. Синапс деген нейрондар арасындағы байланыс арнасы. Бағана сіздерге көрсетіп өткенімдей сіздерді схемада көрсеткендей осы жерде синапстар арқылы біргеді екен. Енді алгоритм тапсырмалар бар. Оның ішінде классификация бар, регрессия бар, кластерлеу бар. Жаңағы екеуін айтып өттім сіздерге. Және кластерлеу бұл жерде жаңа ақпарат, яғни деректерді ұқсастықтары бойынша топтарға кластерге өздігінен біріктіру болып саналады. Енді мына жерге тест сұрағын сіздерге сілтемеге қалдыратын боламын. Міндетті түрде өтіп, тексеріп өздеріңіздің білімдеріңізді сынап көрсеңіздер болады. Сол арқылы практикалық тапсырмалар жасап, және сәйкестендіріп, қатемен жұмыс жасаңыздар міндетті түрде, және де қате кеткен тұстарыңызды реттеп, оны қайталап, дәптерлеріңізге түртіп жазып отырыңыздар. Себебі сіздерге ұбт аз ғана уақыт қалды, сондықтан да барынша мұқият болыңыздар. Енді машин learning күнделікті өмірде десек. YouTube, TikTok, Instagram, сіздер өздеріңіз қолданатын күнделікті әлеуметтік желілер. Бұлар бізге қандай да бір видеолар шығарып тұрады. Мысалға, сіздер волейболға қызығасыздар, немесе сіздер басқа да бір косметикаға қызығасыздар деген сияқты. Сол нәрселер сіздерге өздеріңізге күнделікті қызығушылықтарыңызға байланысты сіздерге рекомендация жасай алады. Яғни бұл да бір машин learningтің бір саласы және машин learningтің бір функциясы. Яғни бұл өте жақсы, себебі біз өзіміз іздеп жүрмейміз, бізге арнайы жарнамалар шығарады. Сол арқылы біз өзіміз арнайы керекті ұсыныстар табамыз, керекті запростарды, видеоларды сол арқылы біз өзіміздің білімімізді толықтырамыз деген сияқты. Енді Face ID бар, телефон сіздің бетіңізді қалай таниды мысалға. Бұл нейрондық желілердің бір түрі болып саналады. Автопилот, Tesla көлігін жолда қалай көреді, бұл нығайту арқылы оқыту, яғни нығайту арқылы күнделікті қандай сервистер қосу керек, қандай нәрсені жетілдіру керек, осы нәрселер Tesla автокөлігінде нейрондық желілердің бір бөлімі, яғни машин learningтің бір бөлімі болып саналады. Енді жасанды интеллект адамдарды жұмыссыз қалдыруы мүмкін бе? Сіздерге бір сұрақ болсын, ашық сұрақ болсын, комментарийға өздеріңіз жазып кетіңіздер, себебі жасанды интеллект күніге қарқынды дамуда, сондықтан да жасанды интеллект жұмыссыз қалдыра ма, қалдырмай ма, оны білмейміз. Сіздер өздеріңіз ойларыңызды жазыңыздар. Себебі менің де өзімнің пікірім бар, және сіздердің пікірлеріңіз бар. Соны өздеріңіз қалдырсаңыздар болады. Енді мамандықтар бар бізде. Осы машин learningпен байланысты. Бірінші кезекте data science, яғни деректер талдаушы, қазіргі ең қымбат мамандықтардың бірі, яғни деректер қорымен жұмыс жасау, оның ішінде SQL бар, Oracle бар деген сияқты. AI инженер бар, жасанды интеллект жүйелерін қарастыратын адам, және де ML инженері бар, машиналық оқыту инженері бар, AI продукт менеджер, prompt инженер. Prompt инженер әсіресе өте сұраныста болатын секілді, себебі дұрыс промпт жаза алатын адам, дұрыс промпт, яғни дұрыс ұсыныс запрос жібере алатын адам, ол өте сұраныста болады, және сәйкесінше өзіне қажетті
дұрыс ресурсты ала білетін адам. Енді Teachable Machine Google деген бар. Осыны код жазбай-ақ өзіңіздің моделіңізді сынап көрсеңіз болады. 5 минутта жасап көруге болатын, яғни қолдың қимылын танитын модель. Осы нәрсені жасап көрсеңіз болады. Және де Python тілі машиналық оқытудың ана тілі, Python, сондықтан осы тілді тереңдетіп оқуларыңыз керек. Енді бұл жердегі басты нәрселер деректер, математика және код. Осылардың қосындысы бізде machine learning, нейрондық желілер барлығын біріктіретін нәрсе болып саналады. Құрметті оқушылар және құрметті мұғалімдер, егер көріп жатқан студенттер болатын болса, осы нәрсені есте сақтап алыңыздар. Осы тақырып сіздерге өте маңызды және де информатика бөлімінің бір саласы болып табылады. Machine learningті біліп жүріңіздер және де осы мамандыққа сұраныс артып келеді. Сол бойынша да білім алып отырыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңізді қызықтыратын тақырыптарыңызды, өздеріңіз қиналып жүретін немесе түсінгіңіз келетін тақырыптарды комментарийға жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын, сіздерге жауабын жазатын боламын. Және де менің басқа да Instagram, TikTok парақшаларыма тіркеліп қойыңыздар. Астында WhatsApp номері, WhatsApp сілтеме болады. Қандай да бір сұраныстар, өздеріңіз ұсыныстарыңыз болса, немесе қиыншылық болып жатса, ұбт-ға, магистратураға немесе басқа педагогтың білімін бағалау тестіне дайындық керек болатын болса, информатикадан жалпы сұрақтарыңыз болатын болса, сол WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Басқа да мен Telegram арналарым бар, және Telegram арнаға тіркеліп қосымша ақпарат алсаңыздар болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.